Қазіргі таңда қалада жолаушыларды тасымалдаумен айналысатын 5 бірдей мекеме бар. Олардың барлығы жыл сайын техникалық базаларын жаңартып отырады. Қаладағы 4 бірдей мекеме автобус көліктеріне бақылағыш қондырғылар орнатқан. Енді тағы жолаушыларды тасымалдаумен айналысатын 2 мекеме өздерінің көліктеріне электронды мынадай бақылағыш орнатпақшы. Қазіргі таңда ПК Мусина мен ПК Стека мекемелері автобус көліктеріне электронды бақылағыш қондырғы орнататын болады. Бүгінде программаны жасаған мекемемен бізде базамен жұмыс жүргізіліп отыр. Барлық жұмыстар аяқталған соң, бұл мекеме басшылары өздерінің маршрутқа шыққан автобус көліктерінің қай бағытта қозғалып, интервалдарында біліп отыратын болады. Қазіргі таңда мамандар кешенді жоспар жасаған, онда жолаушыларды тасымалдауға қатысты барлық шаралар қарастырылған. Аталмыш жоспар алдағы аптада толықтай аяқталады деп отыр басшылық. Осы жоспарға сәйкес енді алдағы уақытта автобус көліктерін жүргізетін мамандардың бірыңғай киімі болады. Бастапқыда олар ақ түсті киім кию тиіс делінгенмен, кейіннен кір көтеретін түстен болған дұрыс деп шешілді. Ұсыныстар әлі көп түсіп жатыр. Бұл нақты шешім емес. Алайда алдағы уақытта автобус көліктерін жүргізетін мамандар бірыңғай бас киім мен бірыңғай киім киетін болады. Мұнан өзге тұрғындар автобус көліктерінің уақытымен жүрмейтін айтып та көп шағымданады. Таңғы мезгілде автобустардың қатынау уақыты, яғни интервалы 10 минуттан аспауы тиіс. Нақтырақ айтқанда, әр автобустарда бұл әртүрлі. Десе де басшылық тұрғындар автобус қатынасына байланысты шағымдар болса, өздеріне телефон шалуларына болатынын тағы да ескертеді.